Сәлем достар, сағат туралы айттық, смартфон туралы әлі айтамыз. Бүгін өте қызықты тақырып. Екі смартфонның әртүрлі экран туралы айтамыз. Мысалы, мына смартфонда IPS экран, мына смартфонда AMOLED. Екеуінің айырмашылығын көрейік. Қайсы жақсы, қайсы жаман, қайсы қымбат, қайсы арзан. Алдын ала айтайын, AMOLED, OLED, Super AMOLED дисплейлері негізінде бірдей. IPS ескі технология. Бұрын барлық смартфондарда IPS болған. Ал кейін заман дамып, энергияны үнемдеу мақсатта және басқа жаңа технологиялар өндіріп, AMOLED дисплей қолдана бастады. IPS пен AMOLED дисплейінің ғылыми практикалық тілде қалай жұмыс істейтінін айтып, суретін көрсетіп, жұмыс істеу принциптерін сіздерге түсіндіруге болатын еді. Бірақ менің ойымша ол керек емес іс. Өйткені ең бастысы түсіну, әсіресе қарапайым тілмен. Екеуінің жұмыс істеу әдісі қарапайым тілмен түсіндіріп көрейін. IPS ол бір экранға басқа экраннан жарық түседі. Ал AMOLED мыңдаған органикалық диодтардан құралған, әр диод өзінше бір бөлек жан түс береді. IPS экранда қара түс, ол экран шын мәнісінде қара түс көрсетіп тұр. Яғни ақ, қызыл сияқты қара түстер. Және жұмыс істеп тұр, яғни қиналып тұр дегендей. Ал AMOLED дисплей көптеген диодтардан құралған. Қара түс көрсету керек кезде ол диодтары өшіп қалады. Өшіп тұрған кезі және қара түс көрсету кезі жағдайы бірдей. Яғни аккумуляторы осы кезде үнемдейді. Енді IPS жақсы жақтарын айтайын. Смартфон арзан, көп уақыт жұмыс істейді. Егер смартфон ретінде емес, дисплей ретінде қараса, ешқай жері бөлек бұзылмай, 10 жылдан астам жұмыс істей алады. Түстерді анық көрсетеді. Жаман жерлері. Толық қара түс болмайды. Контраст нашар. Дисплейге басқанда әсер етуі нашарлау. Геймерлер соны ескеріңіздер. Егер IPS дисплей бар және AMOLED дисплей бар смартфонмен ойын ойнап жарысып ұтылса, мүмкін ол дисплейге байланысты. Егер осының бәрін керісінше кемшілікті артықшылық етсе, AMOLED дисплей шығады. AMOLED дисплейдің ең үлкен артықшылығы қуат тұтынуы төмен. Яғни аккумуляторыңызды аяйды. Ал егер аккумуляторды аз тұтынса, онда жіңішке немесе кішкентай аккумулятор қойса болады. Яғни басқа жақтарын үлкейтсе болады. Мысалы, процессор немесе камерасын үлкейтуге орын бар. Оған қоса қара экран қолдансаңыз пайдасы бар. Және ең соңғы орындағы артықшылық ол майысатын дисплей жасауға болады. Мысалы, Galaxy Fold We fine-tuned every last detail. Немесе Galaxy Z Flip. AMOLED дисплейдің кемшіліктері. Мыңдаған диодтардың бөлек болғандықтан жанып кетуі мүмкін. Ал AMOLED дисплейді ауыстыру өте қымбатқа түседі. Оны ауыстыру қиын. Жалғыз дисплейдің өзі қымбат. Айтпақшы, iPhone 11-дің арзан болуының көп себептерінің бірі оның дисплейі AMOLED емес, IPS. Мысалы, IPS экраны 10 000 теңгеге ауыстырса, AMOLED экранын ауыстыру 50 000 теңгеге түседі. Қымбат па екен? Ал енді комментке жазыңыздар. Қайсысын таңдаушы едіңіздер? IPS немесе AMOLED? AMOLED дисплей жарығы қалай жұмыс істейтінін көрейік. Егер көзіңізге жарық қосып өшірсе, сіз оны байқайсыз. Ал егер көп рет жағып өшірсе, сіз оны байқамайсыз. Жұмыс істеу принципі сондай. Сол қосып өшкен дисплей адам көзін ауыртуы мүмкін. Сол үшін YouTube каналда сондай видеолар бар. Адам көзін аямасаңыз, AMOLED дисплей қолдана беріңіз деген. Бірақ қорықпаңыз, адамдардың көру қабілеті әртүрлі. Барлық адамдар үшін айтуға болмайды. Мысалы, кейбір адамдарда бір көзі -3 болса, басқа адамда +3 болуы мүмкін. OLED дисплейінің жақсы жақтары. Жұқа, жеңіл, майысатындай қолдануға болады. Неге бұл энергияны үнемдейді деп ойласаңыз, өйткені IPS дисплейде бір пиксель үшін кететін күш, барлық пиксельді жұмыс істеу үшін кететін күш бірдей. Қорытындылайық, IPS жақсы жақтары. Смартфоны арзан болады, сынса жөндеу арзан, сынса кез келген жөндейтін адам жөндей алады. Қосалқы бөлшек оңай табылады. Көп уақытқа дейін жұмыс істейді. Ал AMOLED дисплей жақсы жақтары.
контрастты, яғни түстері әдемі көрсетеді. Энергияны үнемдейді, сол себептен аккумуляторды кішірек қоюға болады. Ал осы айырмашылықты біле отырып, оңайлықпен таңдай аласыз. Экраны IPS болған жақсы ма, әлде AMOLED болған жақсы ма? Егер менің айтқаныма қосатын сөздеріңіз бар болса, төменде комментарийге жазыңыздар. Айтпастаңдар. Сау болыңыздар.